Сәлем қыздар, бүгін сіздермен фисташковый торт жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа керек, 20 грамм қант керек, 20 грамм крахмал керек. Сосын бізге андай гелевый краситель керек. Оны красительдерді андай сухой краситель алсаңыздар да болады, порошковый. Бірақ мен андай гелевый краситель қолданамын. Бұл кішкене ғана алсаңыздар болады, шай қасықтың 1/4 бөлігі бізге жетеді. Содан соң бізге 210 грамм ұн керек. Сосын 1/4 шай қасық сода және 1/4 шай қасық разрыхлитель керек. Сосын 80 грамм фисташковая мука керек. 20 грамм май керек және 20 грамм бізге сүт керек. Бұл граммен, бұл миллилитрмен шатасып қалмаңыздар. 20 грамм май және 20 грамм сүт керек болады бізге. Біз осылардан ең алдымен тортымыздың бисквитін жасап аламыз. Құрғақ заттарымызды бір үлкен ыдысқа салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Крахмалымызды саламыз ұнымызға. 20 грамм крахмал саламыз. Төрттен бір шай қасық разрыхлитель, 1/4 шай қасық сода, одан соң 80 грамм фисташковая мукамызды, яғни фисташка ұнымызды қосамыз да, оны венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бұл құрғақ заттарымыздың барлығын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Міне мен құрғақ заттарымыздың барлығын осылай жақсылап араластырып алдым. Жұмыртқамызды бір ыдысқа салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Оны қантты ақырындап салып отырып араластырамыз миксермен. Бұл ақ көпіршік болып көпіру керек. Бұл жұмыртқаның ағы мен сарысы араласқандықтан ол қатты қоюланып көпірмейді, бірақ ол ақ көпіршік болып көпіреді. Қазір мен сіздерге көрсетем. Міне ағарып қоюланғанша мен осыны миксерледім. Осылай қою болу керек, ағару керек. Енді осы жұмыртқамызға біз қазір 20 грамм сұйық майымызды қосамыз. Содан соң бұны жақсылап араластыратын боламыз миксермен. Жақсылап миксермен. Содан соң 20 грамм сүтімізді қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Тоңазытқыштан алсаңыздар, кішкене жылытып алсаңыздар болады, немесе комната температурасында болу керек. Сүтімізді құйып, онда жақсылап араластырамыз. Гелевый красительді қосамыз. Содан соң біз құрғақ заттарымызды ақырындап отырып қосып, оны күрекшемен, яғни лопатка деп айтамыз, күрекше деп айтамыз, сонымен жақсылап араластырамыз. Айналдырып отырып араластырамыз, лопатканы саламыз да, осылай айналдырып отырып араластырып шығамыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, араластырып отырып саламыз. Күрекшемен осылай айналдырып отырып араластырып, барлық ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжың, түсі әдемі, осындай тортымыздың
негізгі бисквиті осылай болу керек. Мен міне формамызды осылай фольгамен орап дайындап алдым. Мен 20 сантиметрге реттедім. Осы нені форманы 20 сантиметрмен пісіретін болам. Бисквитімізді құямыз осы формамызға құйып. Құйып аламыз осыған. Кремге бізге 250 грамм сливки керек. Осыны сливкиді сахарный пудрамен бірге араластырамыз. Сахарный пудра салдым. Енді осыны миксерден ең бірінші ақырындап, ең ақырын жылдамдығына қойып араластырамыз. Мен өзіміздің үй жағдайында қолданған сливкиді қолдандым. Оның рецептісі менде осы парақшамда бар. Сливки деп жазылып тұр. Сізден қарасаңыздар болады, қолданып жатсаңыздар да болады осы сливкиді. Осындай қоюға болу керек. Осындай кезде біз, осындай болған кезде біз қазір 500 грамм творожный сыр қосамыз. Менде творожный сыр, креметті дегенді қоссаңыздар да болады. Менде қазір крем-чиз. Осыдан мен 500 грамм қазір қосамын. 500 грамм творожный сырды мен өлшеп алдым. Осыны қосамын. Енді осыны жақсылап миксермен араластырамыз. Менде осындай крем пайда болды. Қою, тегістеуге өте жақсы осы креммен. Қазір бисквитті бөлеміз. Бисквитті бөлудің бірнеше жолы бар. Ол ең бірінші жолы, егер сіздерде осындай ара пышақ болса, ол ара пышақ, бірақ мына тортыңыздың диаметрінен ұзын болу керек. Өйткені мына кескен кезінде сіз екінші жақ басын, торттың екінші жағынан көріп отыруыңыз керек. Өйткені қисық кетуі мүмкін ортасына кеткен кезінде. Ал екінші жолы бар, ол анда кондитерлік өзінің арнайы сондай кескіш бар. Соны қойып, осылай кесіп қойсаңыздар болады. Ал егер ол жоқ болған жағдайда сіздер жіппен кессеңіздер болады. Қазір мен жіппен кесудің жолын көрсем, ең алдымен мен бірінші мындай формочканы қолданғым келіп отыр. Ол үшін бұл форманы осылай қойып, мен кез келген нәрсені қолдансаңыздар болады. Жан-жағына осылай бірінші өзім белгілеп алам. Кесетін жерлерімді осылай кесіп, жан-жағын белгілеп алам. Яғни бұл жерлерге біз қазір жіпті орналастырамыз да. Сонымен жіпті айналдырып тартатын боламыз. Мына мен кескен жеріме келдім. Енді міне кәдімгі жіпті алдым. Осы жіпті, осы кескен жерлерімнің айналасын барлығына орналастыратын болам қазір. Айналасын бәріне кіргізіп шығамыз. Содан соң кіргізіп шыққаннан кейін біз мына екі жіпті бұлай қолымызбен ұстап тартамыз. Ақырын тартуымыз керек, ортасындағы үзіліп кетпес үшін. Тарттым, мен бисквитіміздің бірінші слойын кестім.
міне сондай түзу болып шығады. Бисквитімізді қараңыздар. Осылай мына үстіңгі слойында осылай тегістеп кесіп аламыз. Міне мен бисквитімізді 4 слойға бөлдім. Бұл 3 слойына біз торт үшін қолданатын боламыз да, мына беткі слойын бұны біз қазір сәндегенде қолданатын боламыз. Айналасына бұны блендерден өткізіп майдалап үкіштейміз, содан кейін барып бұны жан-жағына себетін боламыз. Бірінші мына бисквиттерімізді құрап торт жасаймыз. Алдымен осы формамызды орналастырамыз. Өзімізге қажетті диаметрін өзімізге қажетті етіп аламыз. Соны осылай орналастырамыз. Ішіне тортымыздың беткі қабаттарын саламыз. Бірінші қабатын салдым. Содан соң мен бұған кремімізді жағатын боламын. Бұны кондитерский мешокке салып та жақсаңыздар болады. Осылай. Келесі слойын саламыз. Осылай бетіне жағып шығамыз кремдердің барын. Беткі слойын салғаннан кейін осы формамызды ақырын аламыз. Формамызды аламыз. Біздің тортымыздың черновой варианты. Сонда біздің тортымыз формаға салған кезінде біздің тортымыз осындай тегіс болып шығады. Енді сіздерге айтып кететін жайт осы жерде. Тортты ең бірінші біз черновой вариантына ең бірінші кремімізді жағып, бетіндегі крошки дейміз ғой, солардың барлығын осы жағып, өзіміздің тортымызды нелердің кружкалардың бәрі шықпай тұратындай қылып істеуіміз керек ең бірінші. Мынаның бәрін жағып, черновой вариантты осылай бірінші кремімізбен жағып аламыз. Жағып аламыз керек. Ешқандай крошка шықпайтындай болу керек. Бетін сәндеген кезімізде тортымыз. Осымен біздің тортымыздың черновой варианты дайын. Крошкалар шықпасын деп барлығын осылай бірінші кішкентай слоймен ғана жағып аламыз. Қалған креміміздің барлығын осының ең бірінші үстіне жағамыз да, содан кейін астына жіберетін боламыз. Шпатель керек ол үшін. Тегістеп жағу үшін. Осылай болып езілді. Тортымызды өздеріңіздің қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осы езіп алған, блендерден езіп алған өзіміздің тортымыздың крошкасын қолдандым. Содан кейін мен малинаны алып жан-жағына дөңгелек етіп малинамен әрледім. Осымен біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздерге өте дәмді шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер.